Арапа сөзінің мағынасы араб тіліндегі білу, түсіну деген мағынаға сиятын арафа етістігінен шыққан. Бұл күннің арапа деп аталуының себебі Зулхиджа айының 8 күні Ибрахим пайғамбар түсінде құрбандыққа баласын Исмайылды шалу жайында түс көреді. Алғашқыда көрген түсін жай түспе деп, әлде аян ба деп ойлаған. Ол ертесіне айдың 9-ына тағы көреді. Осыдан кейін оның Алладан келген аян екенін біледі. Осы себепті бұл күнді арапа деп атап кеткен деседі. Арапа күнде ұсталатын ораза. Арафа күні қажылыққа бармаған кісінің ораза ұстап, нәпіл намаздар оқып, Алладан дұға тілеуі сауапты. Өйткені Сахих Муслимде риуаят етілген бір хадисте ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арапа күнгі ораза үшін өткен жылғы және келер жылғы 2 жылдың іші күнәлардың кешірілуін Алладан үмітпен тілеймін деп бұл күнгі оразаның маңыздылығын баса айтуда. Басқа сахих хадисте арапа күнгі ораза 2 жылдық күнәларға кешірім болады, өткен жылдың және келер жылдың күнәларына. Ал ашура күнгі ораза болса 1 жылдық күнәліға кафарат кешірім делінеді. Тағы бір хадисінде дұғалардың ең қайырлысы арапа күні жасалған дұға деген. Ендеше Зулхиджа айының алғашқы 10 күнде, оның ішінде арапа күні сауапты амалдарды көптеп орындаған дұрыс. Біздің елде арапа күні ертесі болатын айт күніне шелпек бауырсақ пісіріп, дастархан әзірлігі жасалып жатады. Сонымен қоса бір күн ораза ұстағанда дұрыс болады. Арапа оразасын қай кестеге қарап ұстаймыз? Арапа оразасын ұстайтын кісі күнделікті намаз кестесін негізге алса болады. Дәлірек айтқанда, таң намазы кірген уақыт ауыз бекіту уақыты болмақ. Сол уақытқа дейін сәреңізді ішіп жеуге рұқсат. Ал ақшам намазының кірген уақыты ауызашар уақытының кіргенін білдіреді. Осы тұрғыда күннің толықтай батуы маңызды. Арапа күнгі оразаға қалай ниет етеміз? Ниет дегеніміз іштей бір нәрсені орындамаққа оқталу, соны діттеу дегенді білдіреді. Сондықтан да көкейде арапа күнгі нәпіл оразаға ниет етілген болса, соның өзі жарамды. Тілмен айту шарт емес. Дегенмен ауызша айтам деуші кісі ниетін қазақ тілінде жасай берсе болады. Мысалы, былай десе болады: ниет еттім Алла ризалығы үшін арапа күнгі нәпіл оразаны ұстамаққа. Халесали ләхи тағала. Ауыз ашарда қалай дұға жасалады? Ауыз ашқанда да әдеттегідей сумен немесе құрмамен ашып, қазақшалап тілек дұғасын жасай бересіз. Арнайы ниет дұғасы жоқ. Арапа күні сәресіге ұйықтап қалса не істеуге болады? Арапа күні сәресіге ұйықтап қалған адам еш нәрсе татпастан сол күнгі нәпіл оразаға ниет етіп ұстап кете беруіне болады. Оразаңыз саналады. Осы тұрғыда айта кетелік, ниет түске дейін жасалған болуы тиіс. Түс уақыты кіргеннен кейін оразаға ниет етілмейді. Еш нәр татпасады. Арапа күнгі оразаны халыққа хабарласа 80 жылдық ибадат сауабы беріле ме? Арапа күні ораза ұстаудың сауапты екендігі даусыз. Бірақ әлеуметтік желілерде таралып жатқан арапа күнгі ораза жайында хабарлаған адамға 80 жылдық құлшылық сауабы беріледі дегенге сиятын ақпараттың дінімізде негізі жоқ. Ондай ақпардың бірінде былай делінген: кім Зүлхижа айының алғашқы 10 күнде ораза ұстаса, 2 жыл құлшылық еткенмен тең. Ал кім ол жайында адамдарға жеткізсе, 80 жыл құлшылық еткенмен тең. Бұл мәлімет хадис емес. Сол себептен хадис ретінде таратудан сақ болған жөн. Аталмыш мәліметтің бірнеше нұсқасын кездестіруге болады. Тәкбір тәшрих дұғасын айту жайында. Арапа күні таң намазынан бастап, құрбан айттың 4-ші күні екінтіге дейін аралықта әр парыз намазының соңында сәлем бергеннен кейін тәкбір тәшрих дұғасы айтылады. Бұл аралыққа 23 парыз намазы енеді екен. Аталмыш дұғаны тек парыз намаздардан кейін айту керек. Әйел кісілер тәкбір тәшрихті іштей айтады. Сүннет, үтір және нәпіл намаздардан кейін айтылмайды. Тәкбір тәшрихті айту намаз оқу міндет болған әрбір мұсылманға уәжіп. Арапа дініміздегі қадір қасиеті мол күндердің бірі. Осы күні жасаған амалдарымыздың сауабы мол болатыны көптеген хадистерде дәлел келтірген.
дұға жасау. Ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам білдіруінше, арапа артықшылығы мол күн. Ол артықшылығы жағынан жұма күніне ұқсас. Ол жұмадан басқа күні жасалған 70 қажылықтан артық. Дұғалардың ең жақсысы да арапа күні жасалған дұға. Ендеше арапа күні барынша көбірек және шын ықыласпен дұға жасаған жөн. Әсіресе дұғаларымызда тек өзіміздің бақытымызды тілеумен шектелмей, елдің амандығын, жұрттың тыныштығын, жастардың иманды болып өсуін, тағы да басқа бүгінгі қоғамдағы өзекті мәселелердің де оң шешімін тілеп жалбарынған жөн дер едік. Алладан кешірім, тәубе тілеу. Арапа күні Алладан көбірек кешірім тілеп, біліп және білмей жасап қойған күні қателіктеріміз үшін тәубе етуіне маңызы зор. Өйткені Әзірет Әли Алла тағала дәл арапа күніндегідей еш уақытта көп адамды тозақ отынан азат етпейді деп жеткізгені мәлім. Сондай-ақ тағы бір хадисінде сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арапа күнін құрметтеңдер, өйткені арапа Алла қадірлі еткен күн деген. Алланың өзі қадірлі еткен болса, ол күні қандай құлшылық немесе жақсылық жасасақ та қарымтасыз қалмайтыны анық. Осы мүмкіндікті пайдаланып, елдегі жетім жесірлерге қол ұшын созып, ауру сырқаулардың көңілін сұрап, көршілермен, туыстармен қарым-қатынас жасап, мол сауапқа кенелуіміз болады. Бауырсақ пісіріп дайындық жасау. Бауырсақ қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі. Қонақ күтуге дайындық жасалғанда бауырсақ, шелпек пісіру ең алдымен аталады. Әрине, бұл шариғатымызда тыйым салынбаған тамаша үрдіс. Ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, қонағын қадірлесін деген хадисі белгілі. Ендеше әр ұлт немесе халық өз қонағын әртүрлі қадірлейді. Ал қонақ жайлығы және меймандостығымен әлемге танып үлгерген қазақ елінің бұл жағынан ешкімге ұқсай бермейтін өзіндік салты болуы заңды. Келген қонақтың астына мамық көрпеше төсеп, қолтығына жастық беріп, алдына кең дастархан жайып, оған еттен, 4 түлік мал сүтінен, ұннан жасалатын алуан түрлі тағамдарды қою, келген қонаққа ас ауқаттан бұрын пейілімізді беру біздің ұлттық дәстүріміз. Бұдан ешқашан айырылуға болмайды. Мұндай ерекшеліктерден ажырай бастасақ, бірте-бірте іргелі ұлт болудан да қаламыз. Алла тағаланың адамдарды ұлттарға бөліп жаратуының да мәні осындай. Ұлттық ерекшеліктерімізден байланысты болса керек. Міне, арапа күні бауырсақ пісірудің, өзге де дайындық жасаудың бір себебі осында. Сөз соңында тілеріміз шариғаттан қылдай ауытқымайтын ұлтымызға тән небір адал астарымыз дастарханымыздан үзілмей келе жатқан айт мерекесі барша мұсылмандарға құтты, берекелі, ырысты болғай. Ақпарат пайдалы болса арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.